Барлығыңызға сәлем достар. Мені бүгінгі арнама видеома қош келдіңіздер. Я достар, көріп тұрғандарыңыздай бұл сіздердің ең көп күткен күшті видеоларыңыз шығар деп ойлаймын. Яғни бұл бізде сериал, и вот сериалдың тақырыбы бізде отбасы деп аталады. Міне біз күшті бір өте аз отбасы, яғни жанұямыз. Қазір сіздермен толық таныстырып өтетін боламын. Міне біріншісі, менің атым Айдын, әкесі рөл ойнаймын деп, яғни ол сөйлеп жатыр. Бұл біздің папамыз, яғни есімі Айдын. Көріп тұрсыздар, міне біздің осындай папамыз, короче, очки тағады, Найктың киімдерін киіп алған. Вот осындай шаш, үлгі, короче, осындай біздің папамыз. И келесі ойбай, мына красотканы көріп тұрсыздар ма сіздер? Тұрысты қарасаңыздаршы, мына жерде прям очкиді, кірпікті, сумка, маникюр барлығымыз. Отбасымыз I love you, яғни жүрек көрсетіп тұр. Енді таныстырайын. Келесі бұл біздің папамыздың жанында тұрған ең сұлу красавица қыз. Бұл біздің мамамыз. Вот так. Міне мамамыз күшті әдемі болып тұр. Оның есімі Айсат. Короче, міне Айсат деген мамамыз. Келесі бұл мен яғни үйдің үлкен қызымын. Менің атым жазылып тұр, жоғарыдан көрініп тұр ма? Аннеля. Менің атым Аннеля. Короче, мне осылай тоже киімім күшті болып тұр. Келесі біздің үйдің ең кішкентай қызы, бұл рөлде Медина ойнайды. Менің атым Айым. Я достар, кішкентай қыз, бұл бізде Айым деген мен сестренкам болады. Яғни осылай үйдің екі қызымыз, біздің мама папамыз бар да. Короче, міне бұл біздің үйіміз, и бүгін күшті етіп сериал басталайын деп тұр. Сол үшін міндетті түрде видеоны до конца көріңіздер, артына тіркеліңіздер, подписаться кнопкасын басыңыздар, лайктарыңызды прям аямаңыздар. И менің тоже Инстаграм и ТикТок аккаунтым бар, сол жаққа кіріп видеоларыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер, короче, қылдырып кететін боламын. Вот, ендеше кеттік, біз видеомызды бастаймыз. Машина бөлмесі. Аннеля комната. Айым комната. Айсат и Айдын комната. Керек емес заттар. Ағаш бөлмесі. Мам, қайырлы. Ой, қайырлы қызым. Тұрдың ба? Иә. Келіңдер тез тамамызды ішіп алайық, папасы отыр. Иә, тез ішіп жұмысқа да баруым керек. Кел тез, Айым, қызым, бол. Мама күшті етіп тамақтайындап қойыпсыз ғой, коктейль барлығын бірге. Иә, жандарым ас болсын. Рахмет. Ей, папасын істеп жатырсың. Үйіне заттарды орнына қойып, сосын істейсің ғой, кел отыр, тамағыңды ішіп алсаңшы, қазір жұмысқа барасың дегендей. Қазір бітіріп тастайын. Мам, кстати, бүгін біз Айым екеуміз лагерьге барамыз деп шештік. Соны сіздерге айтып ескертейін деп, заттарымызды қазір кеңірек жинаймыз ғой. Ок, жақсы қызым. Барсыңдар барып қайтыңдар, иә. Ура, күшті болды Айым. Бірге лагерьге барамыз. Ура. Айтпақшы, бүгін биге барасыңдар ғой, иә? Иә, папа, бүгін біз биге барамыз ғой. Иә, биге бару қажет болады. Әйтпесе көп бармай кеттік қой, сабақ болғалы, енді демалыс дегендей апайларда сұрап шақырып жатыр. Сол бүгін қазір кішкенеден кейін тамамыз ішіп болғаннан кейін биге баруымыз керек, дайындалып. Иә, уақыт та жақындап қалыпты. Онда сендер жинала берсіңдерші, мен сендер апарып тастайын. Би киімдеріңді алып алыңдар. Онда сағат 4-те кетесіңдер, киімдеріңді жинаңдар, жақсы ма қыздар? Жақсы. Жақсы. Онда біз қазір би киімімізді бірінші жинап алайық. Сосын кейін лагердің заттарын жинаймыз ғой. Жарайды. Жүр кеттік, Айым. Так, би заттарымызды салуымыз керек. Ой, менің комнатам төменде екен ғой. Айым, сенікі жоғарыда. Так. Заттарымды тез жинастыруым керек. Так, міне заттарымды сумкеме салдым. Қалғаны пакетте. Так. Пап, мен дайынмын. Тез болыңдар. Қызым, болдым бай. Ұзаққа созылып кеттің ғой. Иә, мам, сумкемде и пакетімде де бар ғой. Кім қайда, Айым? Ол далада күтіп тұр сені. Қайсы, Айым? Сумкам бар ма? Иә, салапсың ғой. Ал қыздарым, отырдыңдар ма?
Иә. Иә, пап, отырдық. Аха, жақсы, онда кеттік. Түстік қой әйтеуір. Жақсы, онда біз кірейік. Иә. Жүр айым, тез. Еш қалмайық. Ой. Студия танец. Сол мына жақта острау болады. Ал кетіп киімізді ки. Ой, қыздарым, бізде келіп қалдық қой, белеріне қайталап көрейік деп, күшті екен. Ей, папа, неғып жүрсің? Соны айтам, мам, пап, сіздер не істеп жүрсіздер, біз билеп жатырсақ. Ой, қыздарым, біздің шаруамыз тез бітіп қалды, сендерге жақсы келіп көрейік деп. Осылай істеп тұрған жақсы екен ғой? Иә, конечно. Осылай тұрамыз. Мұнша йога, танец, барлығы бар ғой, ауыстырып істей аламыз. Пап, сіз не істеп жүрсіз? Ой, мен де сол келген ғой, мамаларында қоймай, барайық деп. Жарайды. Иә, дұрыс, келіңіздер, жасаңыздар. Бұл денсаулыққа пайдалы ғой. Болды, біз кетейік, жақсы. Ал кеттік, ал бірге билейтін биімізді билейік. Ойма, болдық қой әйтеуір. Иә. Жақсы апай, сол болыңыздар, біз кетейік. Аха, жақсы келіп тұрыңдар. Айым, пока. Пока. Жүр, кеттік. Папа кетіп қалды ма? Ой, бізді күтіп тұрған сияқты ғой. Қай кетіп қалған? Ол екеуі дүкен аралауға кетіп қалған жоқ па? Машиналар тұр. Такс, қайда? Ой, мұнда екенсіздер ғой. Ал, қыздарым шықтыңдар ма? Иә, біз болдық, мам. Аха, жақсы. Сен алдына отыра қойсаңшы, айым. Мен артқа отырайын, қызымның қасына. Ой, жаным, мен айым қасым отыра ғой. Ал, енді кеттік. Қыздарым, би қалай болды? Ұнады ма сендерге? Иә, ұнады. Иә, мам, күшті болды. Апайлар жаңа биді үйренді. Енді жақында концерт еді. Сол жаққа айым екеуміз алатын болды. Қыздарым, жарайсыңдар, бұл керемет жаңалық қой. Иә, сол жерде концертте өнер көрсетеміз, бірақ оған мамам киім тіктіру керек деп жатыр. Иә, конечно, менің жақын таныстарым бар ғой, дизайнерлер. Сол жерден сендерге күшті көйлек тігіп берем, жақсы ма? Иә. Жарайды. Ол түсіндер кеттік. Иә, солай, мам. Күшті екен. Так, енді біз лагердің заттарын жинауымыз керек, иә? Иә. Так, тез айым, тездет, мен де заттарымды қойып, лагердің заттарын жинастырайын. Лагер киім жинаңдар, қыздарым. Жақсы қазір. Менің образым дайын, енді чемоданды ұстайын. Так, қалғандары қайда? Ой. Мам, пап, мен дайынмын. Сіздер қайдасыздар, далаға шығып кеткен бе? Дала күшті болып тұрған сияқты ғой. Жарық, шуақты. Пап, мен дайынмын. Қызым күшіп киініп алыпсың ғой. Иә. Мам, не? Ой, жарайсың. Айым қайда? Айым, білмеймін. Ал, дайынсың ба айым? Иә, дайынмын. Так, онда ендеше кеттік. Ой, күтсеңіздерші. Ойна, алдына кім отырып алған? Айым, тез отыр. Тоқта. Мам, қалай болады екен, лагер көп болды ғой бармағалы. Ой, күшті болады. Ой, күніміз енді сол жақта өтседі. Күшті болайын деп тұр. Ол түсіндер, қыздарым. Ал, кеттік. Тез мінуіміз керек. Бірінші рет. Ал, күшті болайын деп тұр. Мәссаған.
Так, тез кеттік. Мам, пап, болыңыздар. Қазір келе жатырмын. Мам, күшіп кейін олсыз ғой. Оу, жақсы, пока қыздарым көрісіп тұрамыз ғой. Сіліңге қарап жүр, жақсы ма, Анелі? Пап, уайымдамаңыз, қарап жүремін. Мен сіздерге ақшаны аударып қойдым, екеуіңге 1 миллионнан. Жақсы ма, тағы керек болса сұраңдар. О, күшті, 4 күннен кейін келесіңдер ғой енді, жандарым сол. Пап, не болды? Бір жолға кетіп бара жатқандай. Кішкенен келеміз ғой. Кішкене демалып келейік, сосын келеміз. Жақсы. Жақсы, сәттілік. Фото-видео жіберіп тұрыңдар, бізге хабарласып тұрыңдар. Уайымдамаңыз, пап, келіп тұрамыз. Анон екеуміз сендерді сағынатын боламыз. Папаларым дұрыс айтады, қыздарым. Біз сендерді сағынамыз, жандарым сол. Тамақтарыңды ішіп, жылы киініп жүріңдер. Бізге хабарласып тұрыңдар. Уайымдамаңыздар. Жақсы, біз кеттік, қазір рейс жүреді. Жүр кеттік, айым, пока де. Пока. Жақсы, қыздарым. Ойбай, мама мен папа әзер шығарып тастады ғой бізді. Соны айтам. Мам, қайда келесіз? Қай жерге жайғасасыңдар? Біз кеттік онда. Отырыңдар, жақсы ма самолетқа? Бара беріңіздер, болды. Не болды сонша? Біз өзіміз жайғасамыз ғой. Бірінші тамақ ішіп болмасақ, айым? Мам, пап, бара беріңіздер, болды. Жақсы. Кер, айым, отыр. Так, не заказ беруге болады екен.